Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бананнан жасалатын балмұздақтың рецебімен бөлісемін. Екі бананды дөңгелетіп турап, ыдысқа салып, мұздатқышқа 2,5-3 сағатқа салып қоямыз. Үш сағаттан соң бананның барлығын блендерге салып еземіз. Банан дұрыс езілмей араласпай жатса, кішкене 5 минутқа қоя тұрамыз. Содан соң қайтадан еземіз. Бананнан жасалған балмұздағымыз дайын. Балмұздақты қатырмай жей беруге болады. Бұл балмұздақты мұздатқышқа салып қойып сақтауға болады. Бірақ қана ингредиенттен тұратын балмұздағымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.